Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай ерекше әдемі құрақты бірге тігіп үйренеміз. Алдағы видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Құрақты тігуге бізге осындай сүт матасы керек, және оның ортасына бүлер матадан шаршы, ақтан лента, сосын 4 түсті матадан 6-6 өлшемді осындай квадрат керек. Оны ортасынан сызып алып қиямыз. Дәл осылай мына квадраттардың барлығын қиып аламыз. Енді біз сүт матамыздың ортасын шығарамыз. Ортасын белгілеу үшін бұлай бүктеп алып, екіге бүктейміз. Ортасына ручкамен белгілеп қоямыз. Енді мына матамызды ортасынан қойып тігіп аламыз. Алдымен ортасындағы көзіні 0,5 см қалдырып тігіп аламыз. Енді ақ лентамызды тігеміз. Ақ лентамызды айналдыра тігіп шығамыз бір қатар. Міндетті түрде түгіне қараймыз. Түгі төменге қарап жатып тұруы керек. Міне біз айналдыра тігіп алдық. Енді мына үшбұрыш маталарымызды бір-бірден алып, мына бұрыштарына тігіп шығамыз. Қазір мен қызыл матадан бастаймын. Келесі жасыл матаны тігемін. Енді келесі сары түсті мына жерге тігіп аламын. Енді менде 4-ші түс осы розовый, соңғысы 4-шіні осы жерге тігіп аламыз. Міне 4 үшбұрышымызды тігіп алдық. Енді ақ лентаны тағы да бір қатар айналдырып шығамыз. Енді бізде мына үшбұрыш маталарымыздан лентамыз көрінбей тұр. Оны білу үшін мына астына қараймыз. Сосын дәл осылай ручкамен белгілеп аламыз.
Біздің астыңғы лентамыз осы жерде тұрыпты. Соны ручкамен белгілеп аламыз. Мына ручкамен белгілеген жерде біздің лентаның шеті тұрады. Дәл осылай шетін қойып тігеміз. Енді тағы да үшбұрыштарды қойып шығамыз. Ол үшін бізді мына жағында қайсы түс тұр, соны мына жаққа тігеміз. Бізде сары тұр. Енді осы сарыны мына жерге тігеміз. Енді келесі бізде розовый. Енді осы розовыйды мына жерге тігеміз. Келесі бізде қызыл. Қызылды тігеміз. Келесі бізде жасыл. Енді жасыл үшбұрыш матаны алып, мына жерге тігеміз. Енді тағы да бір қатар осындай ақ лентадан тігіп шығамыз. Айналдырып, ақ лента тігіп шығамыз. Мына үшбұрыш маталарымыздың бұрышын қиып алып тастаймыз. Өйткені бізде енді соңғы қатар, соңғы лентамыз тігіп жатырмыз. Сол үшін мына былай көрініп қалмау үшін бұрыштарын қиып алып тастаймыз. Мына жерде біздің лентамыз көрініп тұр. Осы лентаның үстінен қойып тігеміз. Мына жағында көрінбейді, сол себепті осыған қараймыз. Екеуі бірдей болып тұру керек.
Міне соңғы қатарды да тігіп алдым. Енді шетін айналдыра тігіп шығамын. Сонымен бізде 12-де 12 өлшемді құрағымыз дайын болады. Міне бізде осындай құрақ шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.